Пайғамбарымыз айтады, ким мешітке жөнөсө үйінен дарат алып, әр bir қадамға bir күнөөз кешіріледі, bir сауап жазылады, bir даража көтеріледі. Унчук пайда келе атасыз мешітке, басып келе атасыз мешітке, uzaqtan келе атасыз мешітке. Әр bir басып келгеніңізде сіз санабайда тұрасыз, бірақ періште санап атады, періште жазып атады. Қанша қадам таштасаңыз, ошончо күнөө кешіріліп атады. Қанша қадам таштасаңыз, ошончо даража көтеріліп атады. Қанша қадам таштасаңыз, ошончо сауап жазылып атады. Эми жуманыкын айтып коеюн. Аус ибн Аус радиаллаху анху сахаба. Абу Дауд шарифте келет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кимде-ким жума күнү жакшылап кусул кылса, жакшылап жуунса, эртерээк мечитке келсе, эч ким менен урушуп, бекер сөз, бекер ишти кылбаса, имамга жакыныраак отурса, анда угуңуз Алла таала мага канча сауап берет. Үйүнөн чыгып келе жаткан ар бир кадамга 1 жылдык орозо тутту деген сауап берет. 1 жылдык буга кошумча түнү бою ибадат кылып намаз окуп чыкты деген сауап берет. Ар бир кадамга 1 жылдык орозо, 1 жылдык тахаджуд. Ар bir қадамға, 10 қадамға 10 жылдық ораза, 10 жылдық тахаджуд, 100 қадамға 100 жылдық ораза, 100 жылдық тахаджудтың сауабы. Аллаху акбар. Путтың амалы жазылмау екен?